Sen bizdin үйге келін болып түстің бе, әлде ханша болып келдің бе? Бұл сөзді енем айтқанда, той өткеніне небәрі 3 сағат қана болған еді. Мен үнсіз қалдым. Себебі дәл сол сәтте бұл сөздердің алдағы 7 жыл бойы тағдырымды өзгертетінін қайдан білейін? Менің атым Айдана, жасым 22 деді. Педагогикалық университетті жаңа бітіріп, ауыл мектебіне жұмысқа тұрғанмын. Сол кезде Серікпен таныстым. Ол мені ерекше жақсы көретіндей көрінді. Үнемі қамқор болып жүретін. Мен сені ешкімге жылатпаймын дейтін. Сол сөзге сендім. Қыз бала сенеді ғой. Әр қайсымыз өз бақытымызда армандаймыз. Мен де солай едім. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін адамның өмірі тек күйеуіне ғана байланысты емес екенін кеш түсіндім. Кейде бір адамның тағдыры түгелдей енесінің қолында болады екен. Той өте жақсы өтті. Ауылдың жартысы келді. Ән айтылды. Би биленді. Бәрі мәз. Тек бір адам ғана мені басынан бастап ұнатпағандай көрінді. Ол енем. Жұрттың көзінше күліп жүрді. Бірақ көзі суық еді. Маған қараған сайын жүзінде түсініксіз бір реніш байқалатын. Басында мән бермедім. Мүмкін шаршаған шығар деп ойладым. Бірақ тойдан кейінгі алғашқы кеште бәрі өзгерді. Қонақтар тараған соң ас үйге кіріп, ыдыс жинай бастадым. Сонда енем: «Мына тәрелкелерді дұрыс жумадым» деді. Мен қайта жуып шықтым. Енді дұрыс па? Жоқ. Тағы жудым. Енді ше? Сенің шешең саған үйретпеген бе? Жүрегім біртүрлі шым ете қалды. Бірақ үндемедім. Жаңа келінмін ғой деп сабыр сақтадым. Сол түні көзіме ұйқы келмеді. Келесі күні таңғы 5-те оятты. Келін ерте тұрады. Мен тұрдым. Үй сыпырдым, шай қойдым, нан жаптым. Түске дейін тыным көрмедім. Бірақ не істесем де көңілінен шықпайтын. Шайды қою демдедім. Нанды жұқа жайдым. Еденді дұрыс сүртпедім. Тамақта тұзды қылдым. Күн сайын бір сылтау табылатын. Ал күйеуімше? Серік үндемейтін. Қоя салшы, анамның мінезі сондай дейтін. Алғашында мен де солай ойладым. Бірақ уақыт өткен сайын мәселе мінезде емес екенін түсіндім. Енем мені әдейі жек көретін. Бір күні көрші апа келді. Шай үстінде енем: «Қазіргі келіндер дайын нәрсеге үйренген ғой» деді. Сөз маған арналғанын түсіндім. Біздің кезімізде келін деген басқа еді. Көрші маған қарап күлді. Мен де күлімсіредім. Бірақ ішім өртеніп бара жатты. Себебі соңғы бір айда мен бір күнде демалмаған едім. Арада 3 ай өтті. Мен жүкті екенімді білдім. Қатты қуандым. Серік те қуанды. Үйге сүйінші хабарды айтып келгенде енемнің жүзімен қуаныш көре алмадым. Керісінше қабағы түйіліп кетті. Әлі ерте емес пе? Мен аң-таң болып қалдым. Қандай ене немере сүйіншісіне қуанбайды? Сол кезде алғаш рет қорқыныш сезіндім. Жүктілік ауыр өтті. Үнемі жүрегім айниды. Басым айналады. Әлсіреймін. Бірақ енем үшін бұл себеп емес еді. Бізде туғанбыз. Бізде көтергенбіз. Ешкім еркелеткен жоқ. Күн сайын жұмыс істейтінмін. Кейде көзім қарауытып кететін. Сонда да тоқтауға болмайтын. Бір күні аулада кір жайып тұрғанымда есімнен танып құладым. Көзімді ашсам, ауруханада жатыр екенмін. Дәрігер: «Көбірек демалу керек» деді. Бірақ үйге келген соң бәрі бұрынғы қалпына түсті. Сол күні түнде енем мен абысынымның әңгімесін естіп қалдым. Мен бұл қызды басынан ұнатпадым. Неге? Ұлым бұдан да жақсы қыз табатын еді. Сол сөздер жүрегіме пышақ болып қадалды. Мені танымай жатып жек көрген екен. Сонда барлық қорлықтың себебі сол ма? Мен жастыққа бетім басып жыладым. Алда мені қандай күндер күтіп тұрғанын әлі білмейтінмін. Өйткені бұл кек бастамас еді. 7 жылға созылатын азаптың алғашқы айлары ғана болатын. Ауруханадан шыққан күні ерекше бақыт дедім. Құшағымда кішкентай ұлым жатыр. Оның кішкентай саусақтарына қарап отырып, барлық қиындық артта қалғандай сезіндім. Енді бәрі жақсы болады деп ойладым. Бірақ мен қатты қателескен екенмін. Үйге келген күні енем баланы қолына алды. Бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Сосын: «Серікке тартпапты» деді. Жанымдағы адамдар күлген болды. Ал менің жүрегім тағы да сыздап кетті. Жаңа туған сәбиге де мін табуға бола ма? Сол күні алғаш рет балам үшін қорықтым. Түнде ұлым жиі жылайтын. Барлық ана сияқты мен де ұйқысыз жүрдім. Бір күні таңғы 4 шамасында балам қатты жылады. Емізіп тербетіп әрең ұйықтаттым. Сол кезде бөлмеге енем кірді.
Бала бағуды да білмейсің. Кешірміз, енді ғана ұйықтады. Сенен ана шықпайды. Осы сөздерді естігенде көзіме жас келді. Әр ана өз баласы үшін барын салады. Ал мені күн сайын жаман ана екеніме сендіруге тырысатын. Уақыт өте берді, бірақ қорлық азаймады, керісінше көбейді. Енем көршілер келген сайын мені жамандайтын. Қазіргінің келіндері дайын асқа үйренген. Үй шаруасын дұрыс істей алмайды. Баланы да дұрыстап қарай алмайды. Ал көршілердің алдында үнсіз отыратынмын. Өзімді ақтасам, тәрбиесіз келін болып шығамын. Үндемесем, бәрі рас сияқты көрінеді. Бір күні ұлым қатты ауырып қалды. Дене қызуы көтерілді. Мен қатты уайымдадым. Ауруханаға апару керек дедім. Бірақ енем қарсы болды. Біздің заманда дәрігерсіз-ақ өсірдік. Өзі жазылып кетеді. Бірақ ана жүрегі сезеді екен. Серік жұмыстан келген соң бірден ауруханаға апардық. Дәрігер баланың өкпесіне суық тигенін айтты. Тағы біраз кешіккенде жағдай қиындауы мүмкін екен. Сол кезде енем бір ауыз сөз айтпады. Кешірім де сұрамады. Бірақ менің ішімде бір нәрсе өзгерді. Мен оның әр сөзіне сене бермеуді үйрене бастадым. Серік бұрынғыдай емес еді. Алғашқы жылдары мені қорғайтын сияқты көрінетін. Енді анасының сөзін жиі жақтайтын болды. Айдана, сабыр етші. Анам жамандық ойламайды. Үлкен кісі ғой. Осы сөздерді жүздеген рет естідім. Бір күні шыдай алмадым. Мен сенің жарыңмын ба, әлде үйдегі қызметшімін бе? Серік үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрінен ауыр тиді. Ұлым 2 жасқа толғанда тағы жүкті екенімді білдім. Бұл жаңалыққа қатты қуандым. Бірақ қуанышым ұзаққа созылмады. Енем тағы да қабағын тиді. Бір баланы жеткізе алмай жүріп, тағы тумақсың ба? Мен не дерімді білмедім. Бұл жолы көз жасымды жасыра алмадым. Өз бөлмеме кіріп алып ұзақ жыладым. Сол түні күтпеген жағдай болды. Ұлымның даусы шығып жылап кетті. Жүгіріп шықсам, ол төсектен құлап қалыпты. Бас жағы ісіп кеткен. Қорқып кеттім. Бірақ ең сорақысы әлі алда еді. Енем көре сала, сенің кесірін, балаға қарамайсың, ана деген атқа лайық емессің деп айқайлай жөнелді. Менің де жүйкем әбден жұқарған болатын. Алғаш рет қарсы жауап бердім. Мен де адаммын, мен де шаршаймын. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Енем маған аң-таң қараттырды. Өйткені осы уақытқа дейін мен ешқашан қарсы шықпаған едім. Сол күннен кейін жағдай тіпті қиындап кетті. Енем маған ашық түрде қарсы болды. Ас үйде сөйлеспейді, шайға шақырмайды. Кейде әдейі мен жоқта туыстарға мені жамандайды. Мен мұның бәрін кейін еститінмін. Бірақ ең ауыры әлі алда еді. Менің өмірімді түбегейлі өзгертетін құпияны күтпеген жерден естіп қалдым. Сол құпия 7 жылдық қорлықтың шын себебін ашатын еді. Сол күнді ешқашан ұмытпаймын. Күздім салқын кешеді. Балалар ұйықтап қалған. Серік жұмыстан әлі келмеген. Мен ауладан кір жинап жүрдім. Үйдің терезесі сәл ашық тұрған. Кездейсоқ іштен шыққан дауысты естіп қалдым. Енем біреумен телефон арқылы сөйлесіп отыр екен. Алғашында мән бермедім, бірақ келесі сөзі мені орнында қатырып тастады. Мен ол қызды басынан бастап қаламадым. Қолындағы кір жерге түсіп кетті. Бұл сөзді бұрында естігенмін, бірақ арғарай айтқаны бәрін өзгертті. Серікті өзінің құрбымның қызына үйлендіргім келген. Жүрегім зу ете қалды, бірақ ол тыңдамады. Сол үшін әлі күнге дейін кешірген жоқпын. Көзіме жас келді. Сонда мәселе менде емес екен. Мен қандай келін болсам да, ол бәрібір мені қабылдамайтын еді. Себебі мен оның қаңдаған адам емес едім. Сол түні көзіле алмадым. 7 жыл бойы өзімнен кінә іздеп келдім. Тамақты дұрыс істемедім бе? Үй шаруасын нашар атқардым ба? Бір жерден қателестім бе? Ал шындық мүлде басқа болып шықты. Менің еш кінәм жоқ екен. Енем мені танымай тұрбақ жек көрген. Бірақ бұл шындықты білген соңда өмір жеңілдеп кеткен жоқ. Керісінше жаңа қиындықтар басталды. Екінші ұлым дүниеге келгеннен кейін қаржы жағынан пинала бастадық. Серіктің жұмысы тұрақсыз еді. Кейде айлап ақша жетпейтін. Сол кезде мен жұмысқа шығуды ойладым, бірақ енем бірден қарсы болды. Балаларды кім қарайды? Ана деген үйде отыруы керек. Жұмыс істегім келсе, неге бала тудым? Осы сөздерден кейін тағы үнсіз қалдым. Бірақ ішімде бір нәрсе оянып келе жатқан. Мен бұрынғы Айдана емес едім.
Bir күні ескі дипломымды қолыма алдым. Шаң басып қалыпты. Оны көргенде көзіме жас келді. Кезінде арманым көп еді. Мұғалім болғым келген. Балаларға білім бергім келген. Ал қазір өз үйімде өзімді бөтен адамдай сезінетінмін. Сол түні ұзақ ойландым. Егер ештеңе өзгертпесем, өмірім осылай өте береді. Бүгін енем айқайлайды, ертең тағы айқайлайды. 1 жылдан кейін де солай болады. 5 жылдан кейін де. Мен бұған жол бере алмайтын едім. Келесі аптада аудандық мектепте бос орын бар екенін естідім. Құжаттарымды жинап, жасырын түрде әңгімелесуге бардым. Мені жұмысқа қабылдады. Қуаныштан жылап жібердім. Өйткені 7 жылдан кейін алғаш рет өзімді қайта тапқандай болдым. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Жұмысқа тұрғанымды енем біліп қойды. Сол кеште үйде үлкен жаңжал шықты. Кімнен рұқсат сұрадың? Неге өз бетіңше шешім қабылдайсың? Біздің әулетте келіндер жұмыс істемеген. Мен бұрынғыдай үндемедім, жай ғана. Мен де адаммын, менің де арманым бар дедім. Енем ашудан қызарып кетті, ал Серік тағы үнсіз отырды. Сол үнсіздік бұл жолы маған мүлде басқаша әсер етті. Бұрын ренжитімін, енді шаршадым. Жұмысқа шыққаннан кейін өмірім өзгерді. Өз ақшам пайда болды, өз ортам пайда болды. Мені құрметтейтін адамдар көбейді. Мектепте мені бағалайтын. Ал үйге келгенде бәрі қайтадан өзгеретін. Сол кезде түсіндім, мәселе менде емес, мәселе енемнің мені қабылдай алмауында. Bir күні мектептен марапат алып келдім. Аудан бойынша үздік жас мұғалім атандым. Балаларым қуанып қарсы алды, бірақ енемнің айтқаны бір-ақ ауыз сөз болды. Соған мәз болып жүрсің бе? Сол сәтте мен алғаш рет жыламадым. Ренжімедім де, кек күліп қойдым. Өйткені оның мақтауын күтіп, өмір сүрмеуді үйренген едім. Арада бірнеше ай өтті. Bir күні ауылға әлгі енем армандаған келін келді. Яғни кезінде Серікке қоспақ болған құрбысының қызы. Ол енді басқа біреудің әйелі болатын. Кездейсоқ кездесіп қалдық. Әңгімелесіп отырып, күтпеген нәрсені білдім. Ол да бақытсыз екен. Күйеуімен ажырасудың алдында жүріпті. Сол кезде өмірдің бір шындығын түсіндім. Адам тағдырды өзі жоспарлай алмайды. Енем қанша тырысса да, бәрібір өмір өз жолымен кеткен. Бірақ тағдыр әлі соңғы сынағын дайындап қойған еді. Көп замай енемнің денсаулығы күрт нашарлады. Bir күні ол аяқ астынан ауруханаға түсіп қалды. Ал оған ең бірінші болып көмектесуге жүгірген адам мен болдым. Сол кезде бүкіл әулетті таңғалдырған оқиға басталды. Енемнің ауруханаға түскені туралы хабар таңертең ерте келді. Сол күні мектепте жиналып жатқанмын. Телефон шырылдады. Қоңырау шалған көрші апай екен. Айдана, кез келіңдер. Анаңның жағдайы нашарлап кетті. Мен бірден Серікке хабарластым. Екеуміз ауруханаға асықтық. Жол бойы үндемедік. 7 жыл бойы көрген қорлық көз алдымнан өтті. Қанша рет жыладым. Қанша рет кетіп қалғым келді. Қанша рет өзімді жалғыз сезіндім. Бірақ сол сәтте ішімде кек болған жоқ. Кек адамдық алаңдаушылық болды. Ауруханаға жеткенімізде енем жансақтау бөлімінде жатыр екен. Дәрігерлер жүрек талмасы болғанын айтты. Бірнеше күн бақылауда болуы керек екен. Серік қатты уайымдады. Мен де балаларды туыстарға қалдырып, ауруханаға қатынап жүрдім. Күн сайын тамақ апардым. Дәрілерін алдым. Қажет құжаттарды реттедім. Мұның бәрін ешкім сұрамады. Өзімнің адамдық парызым деп санадым. 3-ші күні енем палатаға ауыстырылды. Сол күні оған тамақ апардым. Палатада екеуміз ғана қалдық. Ұзақ үнсіздік орнады. Кенет енем маған қарап, «Неге келіп жүрсің?» деді. Даусында бұрынғы қаттылық жоқ еді. «Өйткені сіз ауырып жатырсыз. Мен саған жақсылық жасаған жоқпын ғой». Мен жауап бермедім. Не айтарымды білмедім. Сәлден кейін ол терезеге қарап отырып сөйлей бастады. Алғаш рет. 7 жылда алғаш рет. «Сен мені жек көреді деп ойлайсың ба?» Мен ішімнен, олай ойламасқа себеп бар ма, деп ойладым. Бірақ үндемедім. Менің өзімнің де өмірім оңай болған жоқ. Сол кезде ол алғаш рет өзінің өткен өмірі туралы айта бастады. Жас кезінде өзі де қатал ененің қолында өскен екен. Күн сайын жұмыс, күн сайын сын, күн сайын көз жасы. Мен де талай жыладым, деді баяу. Мен аң-таң болып тыңдап отырдым. Өйткені осы уақытқа дейін оны ешқашан әлсіз көрмеген едім. Bir күні өзіме ант бердім. Болашақта ешкімге тәуелді болмаймын деп. Бірақ кейін өзімде дәл сол адамға айналып кеткенімді байқамай қалдым. Осы сөздерді айтқанда оның көзіне жас келді. Менің жүрегімде де түрлі сезім араласып жатты.
Реніш бар, өкініш бар, ашу да бар. Бірақ алдында жатқан адам бұрынғыдай мықты емес еді. Жай ғана қартайған әйел болатын. Келесі аптада енем үйге шықты. Дәрігерлер оған ауыр жұмыс істеуге болмайтынын айтты. Сол күннен кейін үйдегі жағдай біртіндеп өзгере бастады. Алғаш рет енем маған бұйрық беруді азайтты. Алғаш рет кейде алғыс айтатын болды. Басында өз құлағыма өзім сенбедім. Бір күні шай ішіп отырғанда ол кенет «Тамағың дәмді болыпты» деді. Мен таңырқап қалдым. Осы 7 жылда мұндай сөзді алғаш рет естуім еді. Тіпті не жауап беру керегін білмедім. Бірақ ең үлкен өзгеріс әлі алда болатын. Бір кеште балалар сабақ оқып отырған. Серік теледидар қарап отырды. Енем бәрімізді шақырды. Дауысы ерекше байсал деді. Менің айтатын бір сөзім бар. Бәріміз оған қарадық. Айдана. Ол тоқтап қалды. Дауысы дірілдеп кетті. Мен саған көп әділетсіздік жасадым. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Серік те таңырқап отырды. Балалар да үнсіз. Мен бұл сөздерді ешқашан естімейтін шығармын деп ойлағанмын. Кешірім сұраймын. Осы екі сөзді айту оған өте ауыр болғаны көрініп тұрды. Ал менің көзіме жас келді. 7 жылдық ауырлық бір сәтте жоғалып кеткен жоқ. Бірақ жүрегімдегі мұздың бір бөлігі ергендей болды. Сол түні ұзақ ұйықтай алмадым. Енемнің сөздері ойыннан кетпеді. Кейбір жаралар бірден жазылмайды. Кейбір өкініштер де бір күнде ұмытылмайды. Бірақ кешірім жаңа бастаманың алғашқы қадамы екенін түсіндім. Арада бірнеше ай өтті. Үйде тыныштық орнай бастады. Балалар өсіп келеді. Мен жұмысымды жақсы көретінмін. Өмір ақындап, өз арнасына түскендей болды. Бірақ тағдыр бізге тағы бір сынақ дайындап қойған еді. Бұл жолы сынақ енеме емес, Серікке қатысты болатын. Және сол сынақ бүкіл отбасының өмірін түбегейлі өзгертетін еді. Енем кешірім сұрағаннан кейін үйдегі жағдай шынымен өзгере бастағандай көрінді. Алғаш рет дастархан басында ұрыс керіссіз отыратын болдық. Балалар да бұрынғыдан көңілді. Мен де ішімнен жеңілдеп қалғандай едім. Бірақ өмір кейде бәрі түзелді деп ойлаған сәтте күтпеген сынақ жібереді екен. Соңғы кездері Серік өзгеріп жүрген. Бұрын кешкісе міндетті түрде хабарласатын. Енді жиі телефон көтермейтін болды. Кейде түнге дейін жұмыста қалатынын айтатын. Ал үйге келгенде үнсіз жүретін. Басында шаршаған шығар деп ойладым. Бірақ әйел адамның жүрегі бір нәрсені сезеді екен. Бір нәрсе дұрыс емес еді. Бір күні кешке оның телефоны ас үстелінде қалып қойды. Серік жуынуға кіріп кеткен. Сол сәтте телефонға хабарлама келді. Экран жарқ ете қалды. Мен әдейі қараған жоқпын. Бірақ хабарламадағы алғашқы сөз көзіме түсіп кетті. Сені сағындым. Қолым дірілдеп кетті. Жүрегім тарс-тұрс соғып кетті. Бірнеше секунд бойы не істерімді білмей отырдым. Серік телефонды алып кеткен соң түнімен ұйықтай алмадым. Мүмкін әріптес шығар, мүмкін туысы шығар. Өзімді жұбатқым келді, бірақ ішкі түйсігім басқа нәрсені айтып тұрды. Келесі аптада мектептен ертерек шықтым. Үйге қайтар жолда аудан орталығындағы кафенің жанынан өттім. Сол кезде іште отырған таныс адамды көріп қалдым. Бұл Серік еді. Жалғыз емес. Қасында бір әйел отырды. Екеуі күліп сөйлесіп отыр екен. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Аяғым жерге жабысып қалғандай. Не ішке кіре алмадым, не кетіп қала алмадым. Үйге қалай жеткенімді білмеймін. Сол күні кешке Серік келгенде бәрін сұрадым. Алғашында жоққа шығарды, бірақ кейін үнсіз қалды. Оның үнсіздігі бәріне жауап еді. Қанша уақыт болды, дедім. Даусым өзіме бөтен естілді. Бірнеше ай. Көзімнен жас ыршып кетті. 7 жыл бойы бәріне шыдадым. Енемнің қорлығына да, қаржылық қиындыққа да, ұйқысыз түндерге де, бірақ сатқындыққа дайын емес едім. Сол түні біз ұзақ сөйлестік, тіпті таң атқанша. Серік басын төмен түсіріп отырды. Кешір мені. Мен өзімде қалай болғанын түсінбедім, бірақ кейбір сөздер кеш айтылғанда ештеңені өзгерте алмайды. Таңертең күтпеген жағдай болды. Енем бәрін біліп қойыпты. Мен оның тағы да ұлын қорғайтынына сенімдедім. 7 жыл бойы солай болған, бірақ бұл жолы бәрі басқаша болды. Енем Серікті өз бөлмесіне шақырды. Артынша қатты дауыстар естілді. Өмірімде бірінші рет оның ұлына ұрысқанын естідім. Сен не істедің? Осы қыз 7 жыл бойы бәріне шыдады. Ал сен оның еңбегін осылай қайтардың ба? Мен өз құлағыма өзім сенбедім. Кешке қарай енем маған келді. Көзі жасаурап тұр екен. Айдана,
Бұрын көп нәрседе қателестім, бірақ бұл жолы сенім жағымдамын. Мен үндемедім, себебі ішімдегі жара тым терең еді. Келесі бірнеше апта өте ауыр өтті. Серік қайта-қайта кешірім сұрады. Балалар ештеңе түсінбесе де, үйдегі ауыр атмосфераны сезетін. Мен күн сайын өзіме бір сұрақ қоятынмын. Кешіру керек пе, әлде кету керек пе? Бір күні үлкен ұлым сабақтан кейін сурет салып келді. Суретте 4 адам тұр. Мен, Серік, өзі, інісі. Үстіне үлкен әріптермен менің отбасым деп жазып қойыпты. Суретке қарап отырып жылап жібердім. Өйткені бұл шешім тек менің тағдырыма емес, балаларымның болашағына да әсер ететін еді. Ал дәл сол кезде мен күтпеген жаңалық білдім. Серіктің араласқан әйелінің кім екенін. Оны естігенде тіпті енемнің өзі де шошып кетті. Өйткені ол әйел біздің отбасыға өте жақын адам болып шықты. Серіктің басқа әйелмен араласқанын білгеннен кейін өмірім астан-кестең болып кетті. Күн сайын өзімді қолға алуға тырысатынмын. Балалар үшін, өзім үшін. Бірақ ішкі жан дүниемде үлкен күрес жүріп жатты. Бір күні ауылдағы құрбым хабарласты. Дауысы қобалжып тұр екен. Айдана, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Не болды? Бірақ ренжіме. Жүрегім бірден жамандықты сезді. Құрбым айтқан есімнен кейін қолымнан телефон түсіп кете жаздады. Серіктің қасында жүрген әйел бөтен адам емес екен. Ол біздің туысымыз болатын. Күйеуімнің алыс ағайындарының бірі. Үйімізге талай келген, дастарханымыздан талай ас ішкен, балаларымды құшағына алған, маған күліп амандасқан. Сол адам. Сол күні кешке дейін өз-өзіме келе алмадым. Сатқындықтың ең ауыры, жаудан емес, сенген адамнан келетінін түсіндім. Бұл жаңалық енеме де жетті. Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана. Мен мұндайды күтпедім деді. Алғаш рет оның жүзінен шынайы өкініш көрдім. Келесі күні әлгі әйелдің күйеуі де бәрін біліп қойыпты деген хабар тарады. Ауыл іші гүлдеп кетті. Екі отбасының арасына салқындық түсті. Адамдар әртүрлі әңгіме айта бастады. Бірі мені аяды, бірі Серікті кінәлады. Бірі әлгі әйелді сөкті. Бірақ сол кезде мен бір нәрсені түсіндім. Басқалардың пікірі менің өмірімді шешпейді. Шешімді өзім қабылдауым керек. Сол түні Серік тағы сөйлескісі келді. Біз аулада ұзақ отырдық. Балалар ұйықтап қалған. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр. Бірақ ішімізде тыныштық жоқ еді. Мен бәрін тоқтаттым деді ол. Мен үндемедім. Айдана, мен отбасымды жоғалтқым келмейді. Бұны бұрын ойлау керек еді дедім, жай ғана. Ол басын төмен түсірді. Бірнеше минут үнсіздік орнады. Сосын ол күтпеген сөз айтты. Мен сені бұрынғыдан да қатты бағалай бастадым. Мен ащы жымиып қойдым. Кейде адам бар нәрсенің қадірін жоғалта жаздағанда ғана түсінеді. Сол күндері енем маған ерекше қамқор бола бастады. Бір күні ас үйде екеуміз ғана отырғанбыз. Ол кенет. Егер кетемін десең, мен сені тоқтатпаймын деді. Мен таңырқап парадым. Неге? Өйткені кейбір жараны кешіру қиын. Бұл сөздерді бұрынғы енем айтқанына сену қиын еді. Бірақ дәл сол сәтте мен өзіме маңызды сұрақ қойдым. Мен не қалаймын? Кек алғым келе ме? Жоқ. Біреуді жазалағым келе ме? Жоқ. Маған тек тыныштық керек еді. Балаларымның амандығы керек еді. Бірнеше апта бойы асығыс шешім қабылдамадым. Ойландым, жыладым, намаз оқыдым. Өзіммен өзім сөйлестім. Соңында бір шешімге келдім. Серікке шарттарымды айттым. Сенім бір күнде қайтып келмейді. Оны қайтадан дәлелдеуге тура келеді. Мен енді өзімді құрбан етпеймін. Ол үнсіз тыңдап отырды. Сосын келісемін деді. Сол күннен кейін біздің отбасымыз баяу болса да қайта құрыла бастады. Бірақ ең қызығы алда еді. Көп ұзамай аудандық білім бөлімінен хабар келді. Маған күтпеген ұсыныс түсті. Бұл ұсыныс менің ғана емес, бүкіл отбасымның тағдырын өзгертетін еді. Ал сол жаңалықты естігенде ең қатты қуанған адам баяғыда маған күн көрсетпеген енем болды. Көктемнің соңғы айы еді. Мектептегі сабақтар аяқталуға жақындаған. Соңғы кездері өмірім баяу болса да қалыпқа келе бастағандай көрінетін. Ішімдегі ауырлық толық кеткен жоқ. Бірақ бұрынғыдай әр күнді көз жасымен қарсы алмайтын болдым. Сол күні сабақтан кейін директор кабинетіне шақырды. Мен бір құжатқа қол қою керек шығар деп ойладым. Бірақ директордың жүзі ерекше қуанышты еді. Айдана,
Құттықтаймын. Немен? Сені аудандық білім бөлімі ұсынды. Мен ештеңе түсінбей қарақ қалдым. Сөйтсем, мені бірнеше мектепке әдістемелік жетекші ретінде жұмысқа шақырмақ екен. Жалақысы жоғары, мәртебесі де бөлек. Бұрын армандауға да батпаған мүмкіндік. Бір сәтке сенбей қалдым. Үйге қайтар жолда көзіме жас келді. Бұл жолы мұңнан емес, қуаныштан. Өйткені 7 жыл бұрын өзімді жоғалтып алған келін енді қайтадан өз жолын тауып келе жатқан еді. Үйге кіргенде жаңалықты бірінші балаларға айттым. Екеуі мәз болып секіріп кетті. Анашым бастық болады ма? Анашым ең мықты мұғалім ғой. Балалардың мақтанышпен айтқан сөздері жүрегімді жылатып жіберді. Кешке Серік келді. Ол да қуанды. Бірақ мені ең қатты таңғалдырған адам енем болды. Бұрынғы болса, иімді ойла, жұмыстың не керегі бар, деп айтар еді. Ал бұл жолы ол үнсіз тыңдап болды да, бара ғой қызым. Мен оның жүзіне қарадым. Алғаш рет маған қызым деп тұрғанын естідім. Көзіме еріксіз жас келді. Сен бұған лайықсың, деді ол. Осы жылдары көп еңбек еттім. Сол сәтте 7 жыл бұрынғы қорлықтар көз алдынан өтті. Талай көз жасы, талай ауыр сөз, талай ұйқысыз түн. Өмірдің өзі қызық екен. Кейде ең қатты ренжіткен адам кейін ең үлкен қолдаушыма айналады. Жаңа жұмыс басталды. Жауапкершілік көбейді. Бірақ өзімді бақытты сезінетінмін. Өйткені бұл жолы өмірімді өзім басқарып келе жатқанымды түсіндім. Бір күні кешке енем ескі сандықты ақтарып отыр екен. Мені шақырды. Мұнаны саған көрсетейін. Сандықтан сарғайған суреттерді шығарды. Жас кезіндегі суреттері, марқұм атамның суреттері, кішкентай Серіктің суреттері. Суреттерді қарап отырып енем алғаш рет өткен өмірі туралы ашық әңгімеледі. Мен жас кезінде дәрігер болғым келген. Мен тамырқап қалдым. Сонда неге болмадыңыз? Ол ауыр күрсінді. Әкем оқытпады, ерте тұрмысқа берді. Сол арман ішімде қалып қойды. Сол кезде көп нәрсені түсіндім. Кейде адамдар өздерінің орындалмаған армандары мен өкініштерін өзгелерге байқамай жүктейді екен. Енемнің қаталдығының артында да жиналып қалған өкініштер жатқан шығар. Бұл оны ақтамайды, бірақ түсінуге көмектесті. Арада бірнеше ай өтті. Үйде бұрын соңды болмаған тыныштық орнады. Балалар өсіп келеді. Серік те бұрынғы қателігін қайталамауға тырысып жүрді. Ал мен алғаш рет болашаққа қорықпай қарай бастадым. Бір күні кешке үлкен ұлым маған жақындады. Анашым, иә балам, мен өскенде сен сияқты мықты болғым келеді. Осы сөзді естігенде көзімнен жас шығып кетті. Себебі барлық қиындықтың ішінде мен байқамаған бір жеңіс бар екен. Балаларым бәрін көріп өскен. Менің құлағанымды да, қайта тұрғанымды да, сабыр еткенімді де, күрескенімді де. Сол түні терезеден сыртқа қарап ұзақ тұрдым. 7 жыл бұрын дәл осы аулаға жас келін болып түскен едім. Қорқақ едім, үндемейтінмін. Өзімді соңғы орынға қоятынмын. Ал қазір басқа адамға айналғанмын. Сол сәтте енем қасыма келді. Екеуміз үнсіз аспанға қарап тұрдық. Сосын ол жай ғана: рахмет саған қызым. Не үшін? Мені кешіргенім үшін. Мен жауап бермедім, кек оның қолын ақырын ұстадым. Кейбір жаралар толық жазылмайды, бірақ уақыт өте олар ауыртпайтын болады. Сол күні мен бір маңызды нәрсені түсіндім. 7 жылдық қорлық мені сындырмады, керісінше күшейтті. Ал енемнің де, менің де өмірімдегі ең үлкен сабақ адам кешірім сұрауға да, кешіре білуге де батыл болуы керек екен.